жанындағы ұйымдастырылған уақытша қашықтықтан оқыту өз жұмысын бастады. Ендеше Бейнеу ауданының мектеп психологтары өз кеңестерін ұсынады. Қандай жағдай болмасын, балаңыздың қолдаушысы және кеңесшісі болуға тырысыңыз. Қашықтықта сабақ оқу үшін үйде ыңғайлы орын дайындаңыз. Балаңызды мадақтап, өз-өзіне сенімділігін жоғалтпауын қадағалаңыз. Әртүрлі ақпарат құралдарынан келетін хабарламаларды балаңыз дұрыс түсіну үшін өзіңіз де қосымша түсінік кеңес беріңіз. Балаңыз ашу ызаға булығып, кикілжің тумауы үшін сабаққа қажетті құралдарын шамаңыз келгенше қамтамасыз етіңіз. Отбасыңызбен бірге көңіл күйді көтеретін хабарлар көріп, тәрбиелік мәлімет, фильмдер қарап, кітаптар оқыңыз. Иә, түсінеміз. Ата-ананың бір күндік шаруасы бастан асады. Бірақ баланы қадағалауды сондай маңызды шаруалардың қатарына ала жүру керек. Бұл істі саналы, әрі салмақты санаған ата-ана баласының болашағынан зор үміт күте алады. Біз сіздермен біргеміз. Құрметті оқушы, еліміздің болашағы үшін, білімді де білікті тұлға болып қалыптасу үшін біз ұсынған кеңестер мен қағидаларды басты назарда ұста. Теледидар алдында көп отырмаңыз, ол сіздің уақытыңызды өлтіреді. Эмоциялық және физикалық денсаулығыңды мұқият сақта. Дене шынықтыру және жақсы көңіл күйде жүру сенің табысқа барар басты жолың. Көп ізден, өз біліміңді дамыт. Уақытың жетпей жатса да ізденуді тоқтатпа. Себебі оқу мен ізденуге кеткен уақыт ол босқа кеткен уақыт емес, ал уақыт алтынға теңеледі. Көңіл күйің төмен болса, демал. Бұл өмірде бәрі де өтіп кетеді деген сөздерді қайтала. Проблема шешудің бір жолы миға тыныштық беру. Өз келешегіңді өзің жаз. Өзге емес, өзің туралы өзің айт. Алдыңа мақсат қойып, келешегіңді жобала. Сабырлылық және де шыдамдылық қатты қажет адамға мұндай қылық деп Шәкәрім атамыз айтқан ғой. Бұндай мінез осындай сәтте аса қажет ақ. Олай болса, Бейнеу ауданының ата-аналары, оқушылары сын сағатта сабырлылық танытайық. Біз сіздермен біргеміз.